Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сәтті шығатын шарлотка, яғни алма қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бізге керек заттар: ұн, сары май, қант, жұмыртқа, разрыхлитель, ванилин. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, әппақ масса болғанша миксерлеп аламыз. Үстіне сары май, ванилинімізді қосып, тағы бір рет араластырып аламыз. Сосын ұнымызға разрыхлитель қосып, массамызға електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөле отыра миксерлейміз. Дайын болған массамызға ұсақтап туралған алмамыз бен жаңғағымызды қосып араластырамыз. Жаңғақ қоспаса да болады, өзіме ұнайды, ерекше бір дәм береді, сондықтан да мен жаңғақ қосқанды жақсы көремін. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша алма ғана қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырғаннан кейін формамызға біркелкі етіп саламыз. 170 градуста қызып тұрған пеште 1 сағатқа салып аламыз. Қыздар, әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан піскен піспегенін зубочистка немесе шпажканың көмегімен тексерсеңіздер болады. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.